Ерекше дәмді меренговый торт дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысқа 3 жұмыртқамызды ақ уызынан сарысына ажыратып аламыз. Біз тек ақ уызын ғана пайдаланатын боламыз. Сары уызынан чак-чак немесе хворост дайындасаңыздар болады. Описанияға ссылка міндетті түрде қалдыратын болам. 200 грамм құм шекер қосамыз. Қасықтың ұшымен ванилин және 1 шай қасық лимон шырынын қосып, водяной баняға қойып, жақсылап араластырып, 45 градустан асырамыз, яғни 50 градусқа жеткіземіз. Жақсылап араластырып отырамыз. Өлшеміз. 45 градустан асқан соң ала берсек болады. Құрғақ ыдысымызға ауыстырып, миксерлейміз. Жай миксер пайдалансаңыздар да бола береді. 8-9 минут миксерлеген соң сәл краситель қосамыз. Өздеріңіздің қалаған бояуларыңызды пайдалана берсеңіздер болады. Осылай жақсылап аппақ болып көтерілген соң кондитерлік қалташаға бәрін салып аламыз. Противенға пергамент қағазын төсеп дайындап, осылай 2 тал қылып жайып жасап аламыз. Екінші ыдысымызға 3 жұмыртқаның ақ уызын және 160 грамм құм шекерді қосып, водяной баняға салып, жақсылап араластырамыз. Байқағандарыңыздай, лимон шырыны және ванилин қосқан жоқпын, және де құм шекерді сәл аздау салдым. Температурасын өлшейміз және араластырып отырамыз. 45 градустан асқан соң аламыз. Дәл жаңағындай құрғақ ыдысымызға құйып, миксерлейміз. 8-9 минуттай миксерлейміз. Толық аппақ болып көтерілген соң, алдын ала дайындап өлшеп алған 40 грамм сахарный пудрамызды қосамыз. Және тағы да 2 минуттай миксерлейміз. Меренгамыз сонда өз қалпын жақсы керемет ұстайтын болады. Кішкене миксерлеген соң, бояуымызды қосамыз. Мен осындай қызыл порошковый бояу қостым. Бояуды сәл азырақ қосаңыздар, осындай әдемі розовый цвет береді. Кондитерлік қалташаға насадкамызды салып, меренгамызды салып, противенға сығамыз. Қалаған насадкаларыңызды пайдалана берсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған духовкада 45 градуста желдеткішпен 1-1,5 сағат ұстаймыз. Кремін дайындаймыз. 100 грамм творожный сырға 200 мл 33 немесе 35% сливки пайдаланамыз. Ешқандай құм шекер, сахарный пудра пайдаланбаймыз. Себебі меренгамыздың өзі өте тәтті. Креміміз дайын болған соң сәл жағып алып, бірінші осы көгілдір түсін қойып, кремімізді жағып, оның үстіне розовыйын қойып, тортымызды жинаймыз. Мен осындай таңқура, яғни малинаны пайдаландым. Сіздер пайдаланбасаңыздар да болады. Өте дәмді, өте әдемі торт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.